Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте ерекше етіп алмалы бәліштер дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші жылы судың үстіне сүт және де 3-4 ас қасықпен қант, дрож яғни ашытқыны салып біркелкі етіп араластырамыз. Сосын оны біздің алдын ала еленген ұнымыздың үстіне құямыз, сосын сұйық май құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Сосын оның бетін жауып, бірнеше сағатқа ашытып қоямыз. Кейін оны осылай майда бөліктерге бөлуіміз қажет. Сосын біздің бөліктердің барлығын қолымызбен осылай доңғалақ формаға келтіреміз. Бетін орамалмен жауып 15 минутқа тындырамыз. Ол уақытта біз алманы жақсылап тазалап, көбіктеп турап шығамыз. Сосын біздің бағанағы қамырды осылай барлығын жұқалап жайып шығамыз. Қамырымызды жұқалап жайып болған соң 1 немесе 1,5 қасық етіп шай қасықпен алманы салып, оның үстіне жарты қасық осылай қантты себеміз де видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Сосын олардың үстіне жұмыртқаны жағамыз. Одан соң өз қалауыңызша күнжіт немесе макс сепсеңіз болады. Мен де күнжіт септім. Біздің алмалы бәліштерді қызып тұрған пеште 200 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Біздің алмалы бәліштеріміз дайын, өте нәзік, тәтті әрі ерекше болып шығады. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Ас болсын!